Телекөрермендер, Ашат ауылының тұрғындары, біз сіздерді мектептің мерейтойымен, бір ғасырлық мерейтойымен құттықтаймыз. Міне бүгін осы бір үлкен дүбірлі той өзінің шарықтау шегіне жетті. Менің қасымда Аягөз ауданының аяулы азаматы, барлықтарыңызға белгілі тележүргізуші, кезіндегі Семей облысындағы Зүлфия Омарова ханым отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі өткен шұғылалы Шұбартау мектеп, Оспанқұл Меңаяқұл атындағы мектептің 100 жылдық тойына арналған бұлбұл жастар эстрадалық ансамблінен алған, концерттен алған өзіңіздің әсеріңізді туралы айтып өтсеңіз көрермендерге. Армысыздар, қымбатты көрермендер, өте қуаныштымын. Өзім елден интервью алушы едім, келетін адамдардан. Мен енді бүгін өзім интервью беріп отырмын. Әрине өте қызықты. Енді бұл туған жерге келгеннен кейін, туған жердің оның қатты соқса да дауылды желі болып тұрған желінің өзі саған самал болып соғады. Шұбартауды тастақты жерлейді ғой. Сол тасының өзі бізге табанымызға майдай жағады, шындығын айтқанда. Ал енді бұл елдің халқының, жастарының арасынан шыққан, өнер мен ғылымның қай салада болмасын, өзін көрсете білген азаматтары, азаматшалары өте көп. Ал енді бүгін сіздің айтып отырған, мен барлығына толықтай тоқталмай қояйын. Ол ұзақ, таңнан таңға асатын әңгіме болып кетеді. Сондықтан да сіз енді бұлбұл ансамблі туралы сұрап отырсыз ғой. Керемет қуанып отырмын. Маған бүгінгі өткізген концерттеріңіз өте қатты ұнады. Әсіресе Марат, сіздің былайша айтқанда бағдарламаны ұйымдастырып, оны жоспарлап құрып, әнменен басқа да күйді, биді, және де өзіңіздің айтып кетер бір ауыз мынандай топтама сөздеріңіздің өзіндік, бір-біріне үйлесімдігі енді ғажап болды. Сондықтан да мына көрермендерді тез өзіне баурап алды. Егер жаңағы сіздің жүргізу кезіндегі өнерпаздарменен, олардың жаңағы өнердің әндеріменен сіздің сөзіңіздің арасында алшақтық болса, онда кішкене басқаша болып өткен болар еді. Сондықтан да керемет бірінен бірі іркес-тіркес, жібін үзбей, былайша айтқанда жіптен үзген маржан сияқты кештің өтуі сондай болды. Өнерге деген сүйіспеншіліктегі дауыстарының әлі де сол қалпында өзгеріссіз, өз көрерменіне шын жүректен жеткізе білуі енді ғажап бір әсер алды деп ойлаймын. Бүгінгі осы Ашат елінің, Шұбартау елінің халқы, көрермендері. Бұл негізінде жай ғана мен өнер ғана деп ойламаймын. Бұл артта өсіп келе жатқан болашақ балаларға деген ұлағатты бір өнердің, іс-шараның ізгілікті жаңа тізбегі болып, олар ары қарай алып жалғастырып кетсе, ол балаларға үлгі ғой. Бүгінгі енді өткен бұлбұл ансамблінен басқа да біздің көптеген жаңағы өтіп атқан іс-шараның барлығы осы елдің әкімшілігінің, жаңағы мектеп ұжымының, тіпті біздің әлгі бизнес саласында жүрген, тіпті ауылдың өзі оқушыларын, бұрынғы оқуды бітіріп кеткен оқушылардың өздерінің күш жігері мен осыншалықты жаңағы мол дүниелерді көрермендеріне, халқына ұсынып, соларды жеткізе білуінің өзі
керемет бір ғажап дүние деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, бізге сұхбат берген кезіндегі Семей облыстық телерадио корпорациясының жүргізушісі Зульфия Омарова ханым. Сұхбатыңызға мыңда бір алғыс. Жерлестер, сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана көріскенше күн нұрлы болсын дейміз. Аман сау болыңыз.